Менің әкем Ақыттың үлкені болады. Ақыт қажы алғаш ұсталғанда еретін адам бар ма дегенде мен ерем деп әкем атпен артынан ереді, ана кісіні шанаға басады. Осымен жылап еңіреп артына, енді түстік жер қалды, ертең өледі. Әке, сен енді маған батаңды бер, халыққа неме дейсің деп әкесін оятқаннан кейін әке кісі жарықтық. Болады балам, енді халық жаман болмайды, артымен олады, ел үшін кессем болды, арман жоқ дейді екен қажы. Сонымен батасын беріп, басындағы шытын тастап, осы қолындағы дүзігін алып, менің әкемнің қолына береді екен. Мына өмір бойы осың жаныңда болсын. Басындағы шытың басты бол деп берген екен. Иншалла сол кісінің қайыр дұғасы енді жаман емес, бүткіл ұрпағы барлығы жақсарды. Мынаны мәдениеттің көрісінде апам марқұм маған мынаны беліме байлап, Қажы атамның ең үлкен мұрасы осы болатын. Ұрпақтан ұрпақ осыны жоғалтпайық. Деді, мынаны беліме жіппен байлады да, сен қармақ салам болып кетіп қал деді. Егер мені ортаға шығарып алып кетсе, сен енді сен ие бол, осы түзікке деп шешем марқұм маған тапсырды. Соны мен күні күнге дейін көзімде көріп сақтап келем.